Ateroskleroz, өздеріңіз білетіндей, жүрек талмасынан болатын өлім жітімнің ең жиі себебі. Интервенциялық кардиологиядағы жетістіктер адамдардың өмірін сақтап қалуға зор мүмкіндік берді. Адамдар жүрек талмасымен келгенде, біз шұғыл түрде алғашқы ангиопластика мен стенттеу жасаймыз. Соңғы уақытта осы науқастардың 96-98-дан астамын аман алып қалуға қол жеткізіп отырмыз. Біз ангиопластиканы бифуркацияларда және тармақталған тамырларда, сол жақ негізгі тамырларда, созылмалы бітелген тамырларда, ұсақ тамырларда жасай аламыз. Сондай-ақ ангиопластиканы жас адамдарға да өте қарт, мысалы 90 жастағы адамдарға да жасай аламыз. Коронарлық араласулардан бөлек, біз жүрек қақпақшаларының ауруларымен ауыратын науқастарға да көп көмек көрсете аламыз. Қазір біз қарапайым транскатетерлік процедураларды, мысалы, тәбі немесе тынба арқылы қақпақшаларды ауыстыруды, немесе жүректегі тесіктерді, әст құрылғылармен жабуды, не болмаса параллель ақауларды жаппаларды да жасай аламыз. Тағы бір маңызды әрі күрделі аурулар, бұл аорталық диссекциялар мен аорталық аневризмалар. Бұрын олар тек хирургиялық жолмен ғана емделетін. Қазір эндоваскулярлы стент графттау, ТВА және ЭВО технологияларының дамуының арқасында біз бұл ауруларды науқастарды ашпай-ақ транскатетерлік әдістермен өте қарапайым түрде емдей аламыз. Пейсмейкерлер мен кіріт құрылғылармен жасалатын құрылғылық терапияларда менің қосымша қызығушылық салам болып табылады. Және аритмиясы бар. Жүрек соғысы баяу науқастарды соңғы үлгідегі ең заманауи пейсмейкерлермен оңай емдеуге болады. Біз сондай-ақ емге көнбейтін гипертония жағдайлармен де айналысамыз. Кейбір адамдарда гипертония немесе қан қысымы 5-6 түрлі дәрі қолданса да ешқашан бақылауға келмейді. Және бізде бұл мәселені шешуге арналған жаңа әдістер бар. Бүйрек денервациясы терапиясы, яғни РД деп аталады. Бұл әдісте біз катетерлерді бүйрек тамырларына енгізіп, радиожиілік ток береміз. Осылайша емдеуге қиын гипертониясы бар науқастардың қан қысымын бақылауға болады. Біз емдеп жатқан тағы бір жетістік бұл сирек кездесетін жүрек аурулары. Онда коронарлық артерияларда аневризмалар дамиды. Ал бұрын мұндай жағдайлар өте қауіпті, тіпті өлімге әкелетін еді. Қазір біз оларды жабық стенттер арқылы емдей аламыз. Сондай-ақ арнайы катушкалар қойып, бұл аневризмаларды ота жасамай-ақ жабуға мүмкіндік бар. Жүрек ауруларын дәрі-дәрмекпен емдеуде үлкен жетістіктерге жетті. Бұл бізге әртүрлі науқастармен жұмыс істеуде зор үміт пен сенім береді.